және олардың қасиеттері. Сабақтың мақсаты химиялық қасиеттері ұқсас элементтердің бір топқа жататындығын дәлелдеу, химиялық элементтердің табиғи ұяластарын білу және сілтілік металдар, галогендер, инертті элементтердің период 8 топ бар. Енді осы топтың, яғни табиғи ұяластары дегенде элементтердің бір топқа жататындығы, олардың қасиеттерінің ұқсас екендігін дәлелдейді. Енді бірінші топ элементтері бізде сілтілік металдар. Бізде бірінші топ элементтері сілтілік металдар. 7-ші топ элементтері галогендер. 8-ші топ элементтері инертті газдар. Бірінші топ, яғни негізгі бірінші атом элементтері сілтілік металдар. Оларға литий, натрий, калий, алюминий, цезий және франций элементтері жатады. 7-ші топ элементтері бұлар галогендер, фтор, хлор, бром, йод және астат. 8-ші топ элементтері неон, гелий, неон, аргон, криптон, ксенон және радон элементтері жатады. Сілтілік металдардың электрондық конфигурациясы, яғни бізде сілтілік металдар бірінші топта жайласқан. Олардың электрондық конфигурациясы NS1. Мысалы, литийді қараймыз. Литий бізде қай топта? Бірінші топта жайласқан. Оның ретсаны желі 3-ке тең. Электрондық конфигурациясы 1s2, 2s1. Яғни сыртқы қабатында бізде электрон екен. 1 электрон. Енді натрийді қараймыз. Натрий бізде 11-ші орында жайғасқан. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Яғни қарасаңдар, барлығының сыртқы қабатында 1 электрон бар. Сілтілік металдар сумен әрекеттеседі, яғни сумен әрекеттесіп, гидроксид және сутек газын түседі. Мысалы, литий. Оқушылар тақырып бойынша тапсырмалар орындаймыз. Біздің келесі тапсырмамыз сиқырлы ұяшық ойыны. Яғни мына жерде ұяшықтарға элементтер берген, осы элементтерді айту арқылы тапсырмаларды орындаймыз. Бұл бізде есепке. Екінші топ есебіміз болса жазалар.
Taxtdan ketiriş verip, keyin tez alayım. Söz alıp vakitte de alayım. Söz alsak burada. Keyin tekrar kilo alayım, üçüncü dört. Kilo alayım. Taxtdan ketiriş verip alayım da. Üçüncü dört'ten, Albina aytayım. Алюминий хлоридасы ал калий бромид ол да ал фотосуртек ол да без натрия оксида в калий гидроты. Dostlar, bilim poçtası arqılı бүгінгі сабақтан алған әсерлерімізді жазып, bilim poçtasына сала қоямыз.